Биылдан бастап фермерлер жалға алып келген жерлерін бір жола сатып алады. Елімізде елбасы тапсырмасына орай жер кодексіне өзгертулер енгізілді. Құжат аясында алдағы уақыт республика бойынша 100 миллион гектар жер жеке қолға берілмек. Күні кеше жарияланған елбасы мақаласында бұл мәселеге де ерекше екпін берілген. Жаңа кодекстің жаңалықтарын көппен бірге теріскейлік шаруаларда қызу қолдап отыр. Самат Қайырденұлы сабақтайды. Ерғали Ғабдуллин негізінен қаланың қазағы, бірақ ауылға ауған аңсары оған өз шаруашылығын ашуға түрткі болды. Алғашқыда ісін егін егуден бастаған кәсіпкер бүгін мал өсірумен де айналысады. Енді болашақта егістік жерін ұлғайтып, ісін одан әрі дөңгелетпек ниетте. Ал оған толықтай мүмкіндік бар. Буквально на днях вышла поправка земельный кодекс. Жер кодексіне қатысты жаңа заң күшіне енді, өте қуаныштымыз. Елбасы мақаласында да осы мәселеге қатысты пікірін білдірді. Енді біздерге егістік жерлер жеңілдетілген бағамен сатылатын болады. Бұл шаруаларды одан әрі жұмыс істеулеріне ынталандырады деп ойлаймын. Бастысы еңбектену қажет. Сонда ғана белгілі бір нәтижеге жетуге болады. Бүгінде Ерғали басқарып отырған шағын ғана шаруашылықта 100-ден астам сүтті бағыттағы сиыр бар. Оларға 20 адам күтім жасайды. Барлығы да ауыл азаматтары. Солардың бірі мал дәрігері Владимир Козлов. Деревни занято население. Ауылымызда жұмыссыз отырған азаматтардың саны уақыт өткен сайын азайып келеді. Шаруашылық алдағы уақытта мал басын 300-ге дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл дегеніміз тағы 10 шақты адам еңбекпен қамтылады деген сөз. Яғни бұйыртса, жергілікті халық қысы жазы осы жерде қызмет атқаратын болады. Егістік жерлердің жекеменшікке берілуі агроөнеркәсіп саласының одан әрі дамуының кепілі. Сондықтан солтүстік қазақстандықтар бұл мүмкіндікті мейлінше пайдаланып қалмақ ниетте. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, Солтүстік Қазақстан облысынан.